болмас. Салтанатты онлайн жиынның уақыты таяп қалды. Да не волнуйся, я уже все перепроверил и заодно добавил команду танцев и песен. Итак, можем его запускать. Робаниш, сен бізді естіп тұрсың ба? Достым, біз саған көптеген ақпараттарды жүктедік. Биылғы оқу жылы ерекше болғалы тұр. Да, этот учебный год обещает быть очень необычным, так как мы начинаем его дистанционно. Онда уақытты созбай тезірек бастайық. Ұстаздарымыз бен оқушыларымыз күтіп қалған болар. Робаниш, осы оқу жылының ерекшелігі сенсің. Біз саған сенім артамыз. Ақтөбе қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің білім күніне арналған салтанатты онлайн жиынын ашық деп жариялаймыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалсын. Алтын күн аспаны, алтынмен даласы, ерліктің дастаны, еліме қалашы, ежелден ердеген датқаны шақты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Қымбатты ата-аналар, құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгінгі ерекше күн шуағын шашқан білім күні құтты болсын. Келе жатқан оқу жылымыз сәтті болсын. Дендеріңізге саулық, қажымас қайрат тілеймін. Мұғалімдерге, оқушыларға шығармашылық табыс. Биыл Конституциямыздың 25 жылдығы, Абай атамыздың 175 жылдығы. Осы мерейтойлар баршамызға рух берсін. Қымбатты достар, Абай атамыз айтқандай, адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан. Ерекше алғысымды өзім әріптестеріме айтқым келеді. Қиын кезеңге қарамай, балдармен бірге болдыңыз. Балдарға білім беріп, мектеппен бірге болдыңыз. Көп рахмет. Алғысым шексіз сізге. Бір қатары әріптестерімізді марапаттауға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің алғыс хаты. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор жеке үлесі үшін биология пәнінің мұғалімі Боранбаева Гүлназ Успановаға беріледі. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының алғыс хатымен химия пәнінің мұғалімі
Кисанова Айгүл Булатовна және биология пәнінің мұғалімі Карамурзина Шолпан Оңдасыновна марапатталады. Жас ұрпақтың рухани және зияткерлік дамуына үлес қосқаны үшін Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының құрмет грамотасымен орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Дербисалина Зина Қуанышевна және ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Утегенова Аяжан Амандыковна марапатталады. Ратмир, біздің қатарымызға жаңадан біз секілді талантты, әрі өнерлі, әрі зияткер оқушылар келген шығар. Мен солармен танысқым келіп отыр. Да, не один такой. Рабаниш, мне не терпится познакомиться с нашими новыми друзьями. Представь их нам. Вас понял. Запускаю видео знакомства с нашими новыми друзьями. 7-ші A сыныбы. Кураторы Абилова Әсел Болатқызы. 7-ші B сыныбы. Кураторы Ханиева Нұржамал Асылбекқызы. 7-ші C сыныбы. Кураторы Тимебай Бұрымды Сұлтанбекқызы. 7-й D класс. Куратор Игалиева Салима Ойлыбаева. 7-й D класс. Куратор Султангалиева Татьяна Викторовна. 'Рабаниш, біздің мектеп ұжымын, ұстаздар мен оқушыларды жаңа оқу жылымен құттықтауға құрметті қонақтарымыз қоңырау шалып қалар. Дайын бол. Да, я думаю, что стоит проверить связь опять, чтобы она вдруг не оборвалась во время звонка. О, а вот и уже звонят. Ответь на звонок гостя, друг. Окей, соединяю. Қиясов Нұрлан, жерлесіміз, Ақтөбе облысының мақтанышы. Жаңа оқу технологиялары бойынша жаһандық EdCrunch конференциясының негізін қалаушы және бағдарламалық директоры. Құрметті Ақтөбе қаласының физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары, ұстаздары, ата-аналары және 7-ші сыныпқа түсейін деп тұрған оқушылар, сіздерді білім күнімен келе жатқан барлығыңызды шын жүректен құттықтаймын. Барлығымызды біріктіретін ортақ мереке. Сіздерді шын жүректен құттықтап, шығармашылық табыс, ізденіс және сәттілік тілеймін. Шын айту керек, мен өзім мысалы Кембриджде, Мәскеу университетінде бітірсем де, мектеп күндері маған, мектептегі оқыған кездер маған өте ыстық. Сондықтан да қалған осы 3-4 жылды сіздерге де өте сапалы білім нәрімен сусындап, үлкен қызықты өмір кешуіңізге тілектеспін. Биыл Қазақстан бойынша 3 миллионға жуық оқушылар мектеп табалдырығын аттағалы отыр, бірақ сіздердің оқып отырған зияткерлік мектебіңіз ерекше. Менің ойымша сіздің осындай зияткер болып, осындай мектепте оқығаныңыз үлкен бақыт деп тілеймін. Сондықтан да алдыңғы 3-4 жылды қызық өткізіп, жақсы жоғарғы оқу орындарына түсіп кетуіңізге мен тілектеспін. Гарвард болсын, Мәскеулік университет болсын, Кембридж болсын, сіздерге ешқандай білім бермейді, егер сіз өзіңізде білімге деген құштарлығыңыз, ынтаңыз болмаса. Сондықтан да онлайн оқытып, дистанциондық оқу бар деп қуанбай, сапалы білім алып, өзіңіз үшін оқып, үлкен жетістіктерге жетуіңізге мен тілектеспін. Себебі бұл сіздің тағдырыңыз, себебі бұл сіздің өміріңіз. Бәсекеге қабілетті, мықты, дамыған ел құрамыз десек, әрине ол біздің
Қазақстанның мектептеріне байланысты, соның ішінде Назарбаев зияткерлік мектептеріне байланысты, оның түлектеріне байланысты. Мыңдаған зерттеулерге сүйене отыра айтатыным, егер неғұрлым адамда білім сапасы жоғары болса, соғұрлым оның жетістігі де жемісті болады, табысы да мол болады. Сондықтан да ізденуден, талпынудан, әрдайым жан-жақты болуыңыздан қашпай, алға ұмтыла беруіңізге тілектеспін. Сәтті оқу жылын тілеймін барлығыңызға. Рахмет. Hey guys, баршаңызға қайырлы күн. Мен Алмагүл Сәрсенбаева, Ақтөбе қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Қазіргі уақытта болашақ бағдарламасы бойынша Англияның ең үздік 10 жоғары оқу орындарының бірі Бристол университетінде білім берудегі басқару мамандығы бойынша магистратурада білім алудамын. Қазіргі артында тұрған ғимарат бұл университеттің корпустарының бірі. Қазір мен зерттеу жұмысын жасап, соның негізінде диссертация жазып жатырмын, және осы оқуды аяқтаған соң елге аман есен қайтып, мектепке қайта жұмысқа орналасып, сіздермен жақсы күндерде қауышамын деген ойдамын. Және де осы сәтті пайдалана отырып, бүгінгі білім күнімен баршаңызды құттықтағым келіп отыр. Осы оқу жылы қашықтықтан оқытумен ерекшеленгенімен де сіздердің алға қойған мақсаттарыңызға жетуіңізге ешқандай да кедергі болмайды деп есептеймін. Осы оқу жылы сіздерге шығармашылық табыс, ғылыми жетістіктер және де ең бастысы дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. As I'm living and studying in the English-speaking country, I should add something in English, I guess. So I just want to say that each of you deserves the best, whether it's your study or job, and dream about something unreal and believe in your dreams. I also was dreaming about studying abroad from my childhood, but it was something unreal for me, and then it was somewhere there in my mind, and it's like, you know that you cannot achieve that, but you continue dreaming. And then I thought I must be clever to study here, but here we are. So dream about big things and believe in your dream, and then do what you need to do towards your dream. So барлықтарыңызға сәттілік, жақсы күндерде кездескенше сау болыңыздар. Здравствуйте, дорогие школьники и учителя! Поздравляю вас с началом нового учебного года. Я, Ахметов Жансен, являюсь выпускником НИШ 2016 года. Поступив в Назарбаев университет, провел там 4 фантастических года, во время которых я проходил стажировки в разных странах, публиковал научные статьи в международных журналах. А после окончания Назарбаев университета на красный диплом поступил на PhD в США на полный грант. И думаю, что все эти достижения, помимо личных усилий и помощи близких, были достигнуты благодаря знаниям и навыкам, приобретенным в школьные годы, которые по сей день освещают наш путь. В Назарбаев интеллектуальной школе были привлечены самые лучшие специалисты и созданы все условия для получения вами достойного и качественного образования. Помимо учебы, предоставляются большие возможности развития личностных качеств. Каждый год проводятся разные проекты. Главное пробовать себя в разных направлениях и выбрать то, что тебе по душе. Несмотря на то, что этот учебный год начинается в непривычных для нас условиях, я уверен, что вместе с нашими учителями вы сможете провести его продуктивно. Главное всегда помнить, какова ваша цель поступления в НИШ, и знать, что здесь вы всегда найдете поддержку и заботу со стороны ваших учителей и друзей. Ведь НИШ – это действительно одна большая семья. Спасибо за внимание, удачи вам в школе, поздравляю вас еще раз с началом учебного года. Да, после таких замечательных слов и напутствий действительно хочется оправдать надежды наших родителей, учителей и вообще всей страны. Айтпақшы Ратмир, білесің бе, биыл ұстаздар қатары білімді, жан-жақты ұстаздармен толығып жатыр. Олай болса, жаңа ұстаздарымызбен таныс болайық. Здравствуйте, я психолог Садыкова Райгуль Жалгасовна, магистр педагогики и психологии. В своей профессии я уже 21 год и очень люблю свою работу, так как именно психология помогает нам лучше понимать себя и других людей и жить в гармонии с собой и с окружающим миром. Поэтому последние 10 лет я активно занималась именно практической психологией, проводила консультации,
тренинги для детей и взрослых. А в свободное время я с детьми занимаюсь правополушарным рисованием и изучаем искусство, художественное искусство, своеобразно и с юмором. Также, так как с детства я люблю кондитерское дело, я решила развить свое хобби и выучилась на кондитера-профессионала. И мне хочется пожелать всем учащимся, чтобы они развивались разносторонне и обнаруживали свои таланты. Hello, I'm Laura. I'm your new English teacher, and I'd like to share with you my main values in life because it's the best way how to describe your personality to somebody as fast as possible. So, first of all, I value the opportunity of self-development and growth, and at the same time, good health. So it's always balance between mental and physical work. Secondly, I value the ability of staying cosmopolitan but at the same time patriot. And thirdly, I'm trying to remain maximum independent person but at the same time trying to save the desire to achieve goals and success in a teamwork, which is very important nowadays. So in my free time, I am really keen on investing. And usually speaking of investing, we're talking about stocks like General Electric and Apple, which is very interesting. And I really love sharing this with my students, and I'll be very happy to share this with you as well. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің есімім Малика Рустамқызы. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегімін. Осыған дейін әртүрлі білім беру орталықтарында жұмыс жасадым және сонымен қатар Алматы қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде математика пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасағам. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласына отбасыммен көшіп келіп отырмын. Жұмыстан тыс уақытында оқушылармен әртүрлі мектепішілік және мектептен тыс активити жасағанды ұнатамын. Сіздермен де табысты және жемісті жұмыс жасаймыз деген үміттемін. Так, я что-то не могу понять. Мы что, теряем связь с роботом? Проверь там все. Да, он как-то начал себя вести очень странно. Робониш, прием. Ты нас слышишь? Что с тобой? Со мной все окей. Просто я не могу понять, откуда идет эта веселая музыка, что меня так тянет танцевать. О, тогда тебе надо в дружную команду Нуршашу. Ты с ними и споешь, и станцуешь. Арман қуып келдім өзіңе, құлақ салшы менің сөзіме, биік мақсат қойып өзіме, саған келдім әнайысым. Арман қуып келдім өзіңе, құлақ салшы менің сөзіме, биік мақсат қойып өзіме, саған келдім әнайысым. Снова онлайн, снова без школы, между нами расстояние, не беда. У тебя желание учиться новому, и мы найдем выход по такому поводу. После карантина классная погода, а потому что я тебя не видел полгода. Да, долго, знаю, это очень долго, и ты скучал по стенам родной школы. Прямиком в Teams, прямо среди друзей, где учитель будет рад каждому из вас. Так что будь готов каждую минуту, поглощай знания, грызть гранит науки. Моя школа, время летит так быстро, между школой и мною горят искры. Ты всегда близко, где бы я ни был, ты всегда там, ты всегда в сердце. Арман қуып келдім өзіңе, құлақ салшы менің сөзіме, биік мақсат қойып өзіме, саған келдім әнайысым. Арман қуып келдім өзіңе, құлақ салшы менің сөзіме, биік мақсат қойып өзіме, саған келдім әнайысым. Карантин бітті дегенді естігенде секіреміз, как будто батут. Я тут уже нужен мектептің ауласынан, куратор даусы естіледі ұстаздар арасынан. Сендегі жылулықты сезбеймін басқасынан, табылшы тапқасымнан, табылшы тапқасымнан. Штайк сидит дома, карантин бітет, мектеп кетіп қалмайды, бізді күтет. Визра тоже болады, hope for the best, а пока сабақтар онлайн өтет. Арман қуып келдім өзіңе, құлақ салшы менің сөзіме, биік мақсат қойып өзіме, саған келдім әнайысым. Арман қуып келдім өзіңе, құлақ салшы менің сөзіме, биік мақсат қойып өзіме,
саған келдім әні есім арман қуып келдім өзіңе құлақ салшы менің сөзіме биік мақсат қойып өзіме саған келдім әні есім Достым, салтанатты жиынымыздың ең маңызды сәтін есіне салайық. Алғашқы қоңырау соғу құрметі алтын белгі үміткері 12-ші сынып оқушысы Тұрсынбек Алма мен конкурстық іріктеу емтиханынан жоғарғы ұпай иеленген 7-ші сынып оқушысы Жұрынтаев Дидарға беріледі. Сәуле Рахим қызы жаңа оқу жылының алғашқы қоңырау үнін соғуға рұқсат етіңіз. Мен оқушыларға заманауи қоңырауды алып келдім. Нет, робот. В нашей школьной жизни традиции важнее всего. Давать мы сегодня будем традиционный звонок. Мектебім менің жолымды ашық еткен ұстаздарым бар білімге асық еткен оқушы кезім аруға ғашық еткен мектебім менің білім мекені мектебім менің шәкірт қып кер алмайтын сол бір күндерім уақытым оралмайтын алтын ұям сен тарихым жоғалмайтын мектебім менің білім мекені сол соңғы ұшырған біз қай жақтарда жүр екен кептер бүгін Сыныптастар ақ көңіл адал бәрі жалына бар өшпейтін жанардағы жүрегімнің сол кезден иесі сен ақ пантик ару қыз әл арманым мектебім менің жолымды ашық еткен ұстаздарым бар білімге асық еткен оқушы кезім аруға ғашық еткен мектебім менің білім мекені мектебім менің шәкірт қып кер алмайтын сол бір күндерім уақытым оралмайтын алтын ұям сен тарихым жоғалмайтын мектебім менің білім мекені ұстаздарым бар білімге асық еткен оқушы кезім аруға ғашық еткен мектебім менің білім мекені